Баршаңызға сәлем, сіздермен Teach Dina каналы, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымда заттың, адамдардың орналасқан орнын білдіретін шылаулармен таныстыратын боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Негізгілері in, on және at. In бір нәрсенің ішінде, қандайда бір кеңістіктің ішінде екендігін айту үшін қолданылады. Мысалы, I'm in the room. Мен бөлменің ішіндемін. On бір нәрсенің үстінде, бетінде екендігін айту үшін қолданылады. Мысалы, the book is on the table. Кітап үстелде, яғни кітап үстел үстінде. At нақты бір жерде, нақты бір нүктеде екендігін айту үшін қолданылады. Мысалы, he is at the door. Ол есік жақта. Енді мен сіздерге осындай кішкене ғана тапсырма дайындап қойдым. Бұл жерге өздеріңіз жаңағы айтқан in, on және at-ның біреуін қойып, комментарияға жазып кетуіңізді сұраймын. Оның барлығын мен тексеріп, сізге кері байланыс беретін боламын. Бүгінгі сабағымда сіздер үшін арналған сабағым пайдалы болды деп ойлаймын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуіңізді сұраймын. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.